Саяхатшылардың сүйікті қаласы Самарқанға пойызбен жеттік. Вокзалдың басынан такси ұстап, бірден Шахи Зинда кешеніне тарттық. Әли деген гид ағамыз бізге өзі машинасымен алып жүрді, өзі Бұл кешенде 14-15 ғасырларда салынған 11 кесене бар екен. Жоғарға шығатын баспалдақ орнатылған. Аңыз бойынша үстіге көтерілгенде және түскен кезде баспалдақ саны бірдей шықса, адамның күнәдан жаны таза деп есептелген. Мұнда Мұхаммед пайғамбардың немере ағасы Құсама ибн Аббастың қабірі бар. Оны Шахи Зинда деп атаған. Парсы тілінен аударғанда тірі патша дегенді білдіреді. Ол Самарқанға исламды насихаттау үшін келіп, осында қайтыс болған. Бірақ мүрдесі табылмаған. Соған байланысты кешеннің аты Шахид болуы да мүмкін дейді. Ал тірі ұғымы да аңыздан туған. Бұдан кейін гид ағамыз бізді кілем тоқитын фабрикаға алып келді. Шыққан тегі әзірбайжандық кәсіпкер жібектен кілемнің түр-түрін шығарады екен. Бояуды да табиғи өнімнен алады. Фабрикада 400-ге жуық әйел жұмыс істейді. Барлығы қолмен тоқылатындықтан бағасы да қымбат. $100 басталып бірнеше мыңға дейін кете береді. Шағын кілемшенің өзіне 8 ай кетеді екен. Жасы 100-ден асқан ақсақал фабриканың негізін қалап, ұлы басқарады. Немересі бизнесті жүргізеді, қысқасы отбасылық кәсіптері. Бұдан кейін Самарқанның палауынан дәм таттық. Әрі қарай Ұлықбектің обсерваториясына бардық. Алдында алып ескерткіші тұр. Құрылыстың жартысы жер астында орналасқан. Бұл жерде орта ғасырдағы ғылымның даму тарихымен танысуға болады. Басында музейі де бар. Әрі қарай Қожа Даниярдың кесенесіне соқтық. Бұл әулие аң құстармен тілде салған деген аңыз бар. Мынау Ислам Кәрімовтің көшесі. Соның атына берілген екен. Бұл жақта енді не бір танымал осы жақтың адамдар жерленген дейді. Біздің Кеңсай сияқты Алматы. Ал мынау Ислам Кәрімовтің бейіті, зираты. Осы жерде жерленген өзі. Не кісілер кеп Құран оқып отыр. Зиярат етіп отыр. Ал мына жер Қызыр бабаның мешіті дейді. Ол кісі енді әлемді шарлап жүргеннен кейін әрбір жерге мешіт салып, сол жерде Құран оқыңдар деп айтқан депті. Белгілі бір жерде зираты жоқ дейді. Нақты зираты жоқ. Самарқандағы әйгілі Суяб базарына соғып, жеміс-жидек, күлше сатып алдық. Ал мынау Әмір Темірдің бәйбішесі Бибі ханымның медресесі. 1404 жылы салынған. Байқасаңыздар, мешіттер мен медреселер, кесенелердің құрылысы бірдей. Міне, айналып келіп, Әмір Темірдің мавзолейіне жерленген қабірстанына келдік. Әмір Темір. Осылайша Самарқандағы негізгі тарихи орынға Гүр Әмірге жеттік. Бұл кесенеде Әмір Темірдің өзі және отбасы жай тапқан. Қандай? Алтын жалатылып жасалған. Жасыл тас Әмірдің өзін күтеді. Ұстазы деді бірінші. Өзі қасында Ұлықбек, балалары, немере шөберелер жатыр деген қасында. Мирон Шоқтенгі. Не бірінші жасыл. Жағатас Әмір Темірдің өзі. Мирзо Ұлықбек. Ona немересі ғой? Ұстазы Мир Сайд Барака. Мұхаммед Сұлтан қасында жатыр. Мирзо Ұлықбек мына жағында жатыр. Ұлықбек екінші арсы астында төмен жатыр екен. Бірінші. Жоқ, между. Так вот, из 4 сыновей только 2 похоронены здесь. Вот, темный и светлый как раз таки, да, переходим к
темірдің қасында мына жерде белгісіз адам дейді, бірақ бақсы болған дейді. Себебі мынау ағаш басына қоса жерленген бұт ағаш. Басында шашының Оның билігі тұсында Самарқан елдің астанасы болған. Әмір қаланың гүлденуіне барын салып, жаулап алған елдерінің ұста құрылысшыларын астанасына алдырған. Аңыз бойынша Әмір Темір өмірінде 3 істі жақсы көрген екен. Соның бірі биік ғимараттар салу. Ол тарихтан жақсы белгілі. Себебі 14-15 ғасырда бой көтерген ғимараттың басым бөлігі темірдің бұйрығымен салынған. Екіншісі жорық. Мұны да тарих темірдің жаулап алған жерлері арқылы көрсетіп тұр. Үшіншісі шахмат. Аңызда Әмір Темірдің соғыс жорықтарында жеңуіне осы ойынға деген құштарлығы көмектескен делінеді. Соңғы аялдама туристердің сүйікті орны Самарқанның символы Регистан алаңы. Орта шығыс қалаларында Регистан деп негізгі алаңдарды атаған. Самарқандағы алаң солардың ішіндегі ең үлкені саналады. Оған 15-17 ғасырлардағы сәулет өнері себеп болып отыр. Себебі мұнда 3 кесене бар. Олар Ұлықбек медресесі, Шердор медресесі және Тилля Кари медресесі. Ал біз сапарымызды жалғастыру үшін Ташкентке жол тарттық.